Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге чизкейк жасап үйренетін боламыз. Осы видеоға лайк басып, менің YouTube және Instagram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 350 грамм ұнымызға 200 грамм қандымызды салып, жақсылап үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізгеннен кейін осыған 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қаттылау қамыр болып шығуы тиіс. Және оны жайғаннан кейін тапамызға орналастырамыз. Артық жерлерін кесіп тастап, оны сыртына украшение жасауға жіберсеңіздер болады. Ал начинкасына 500-600 грамм творогымызға 2 ас қасық варенье және 100 грамм қантымызды салып, жақсылап екеуі бір-бірімен араласқанша жақсылап миксерлейсіздер. Миксерлегеннен кейін барып, осыған бір дана жұмыртқа қосасыздар, бірақ бұл процесс бұл видеоға түспей қалыпты, сондықтан ренжімеңіздер. Және осы массаны алып, біздің жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстіне саласыздар, және 200 градуста 30-35 минут аралығында пісіресіздер. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен фруктылармен әсемдедім, және жаңағы қалған қамырдан осылай өріп жасап қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Сахарный пудрамен немесе басқа да жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Келесі кездескенше.